шақырым жерде Өрмелінің құлауы бар. Соған қарай бағыт аламыз. Мінекей, бағыт сол. 2 күндік веломаршруттың бүгін 2-ші күні. Жолыңыз болсын. Туысқан аспаралы асқаралау елім бе, мынау менің алдым. Мынау карта бойынша Доңғара деген жер. Мынау Доңғара бейіті шығар. Көп айтылатын еді осы. Так, мынау. Белтіп, жылы леппен сүйіп жатыр маңдайдан. Көрген сайын көңіл кірі аршылар, әркімнің ақ туған жері бар шығар. Бірақ маған сенсіз әлем тар шығар, сағынышым ыстық жас боп тамшылар. Бірақ маған сенсіз әлем тар шығар, сағынышым көзден жас боп тамшылар. Жаз айынан жаттар өскен жүр ойым, мынау менің туған жерім. Осы жерде тозып тұңғыш күлгенім, осы жерде өткен қызық балойым. Осы жерде тозып тұңғыш көйлегім, осы жерде өткен қызық бал ойын. Жапырыла жасыл желек құрағың, жарқынын мен сыңғырлайды бұлағың. Қасиетіңнен айналайын, туған жер көк майсаңды құшақтай кеп. Сонымен сордың шетінен шыққан сияқтымыз. Айналдық. Баттық деген сияқты. Қарай беріп қайттан деп айтыр. Қат жерге шыққан сияқтымыз. Қолап жүріп отырамыз. 15-20 шақырым жерде. Жүргізді аяқтаймыз. Сонымен бүгін саяхатымыздың 2-ші күні Қайдақ сорының шетін жағалап кешіп өттік. Мың кісіге жақындап қалдық. Шамамен 10 шақты шақырым қалды. Батып бара жатқан соң осы видеоны түсіріп тұрмыз. Аманшылық болса 45 минут ішінде аяқтайық. Ол кезде батып бара жатыр. Жоғарыда самолет те сол батыстағы бір қалаға барып қонып жатыр ғой. Может, ақтау ал жақсы деп олайық. Туысқан аспаралы асқаралау елім бе. 2-ші күннің кешінде қараңғы түсіп кетті. Арттағы машинаның фарымен айдап келе жатырмын. Бүтін машина болмаса нормально екен.
машинаның пармейлес бір егілген ол жақсы екен. Көріп тұр. Артында өзің машина болған соң жая жүріп отыр. Жарты сағат болды сөйтіп бәріміз. Жақындап қалдым мінекей. Әлбетте. Шықса бүгін аяқтаймыз. 15 минут ішінде. Осылай деді оған деген. Сарғайған құстай ұшып келем саған шалғайдан. Сонымен екінші күннің кешінде мінекей біз келдік межелі жерімізге. Мың кісінің басында тұрмыз, міне көрінеді ар жағымызда. 67 шақырым жүрдік. Балшыққа баттық, одан шықтық, кейін жүрдік, адастық азғантай ішінде. Но бірақ жеттік. Қазір қараңғы түскеніне 1 сағаттай уақыт болды, 7:15-те аяқтадық бүгін екінші күн. Міне мың кісі артымызда. Күннің аздап шапағымен ар жақтан батқан қызарып көрініп тұр мінекей. Болды, осымен аяқтаймыз. Жастайымнан жаттап өскен жыр ойым, мынау менің туған жерім, ар ойым.